Ассалаумалейкум. Өмірден сөз подкастының 3-ші саны. Бүгінгі санымыздың мейманы районымыздағы жас іспетшілердің бірі болған Айзбек Мұртазаев. Hamda басқарушыларыңыз Шерзай. Hamda Айзада. Айзбек, қош келіпсіз. Рахмет. Өмірден сөз подкастын бақылап барушы айыз достар, ассалаумалейкум. Басылаушыларға да ассалаумалейкум. Шақырғаныңызға рахмет. Өмірден сөз подкастымыздың, яғни 3-ші саны. Бүгін неге өмірден сөз подкасты деп қойыппыз? Яғни өзіңіздің өміріңіздегі болып жатқан қиыншылық, яғни бір жақсы жетістіктеріңіз хақында бір азғана сөйлеп болады. Енді сізді жас іспетшілермен деп таныстырып жатырмыз. Яғни кедейлі халқы да сізді солай таниды. Азғана сол туралы, яғни өзіңіз туралы мағлұмат беріп өтсеңіз. Мен Мұртазаев Азизбек, 27 жастамын. Қазір жас іспетшілермен өзімнің жеке телефон һәм аксессуар магазинім бар. Мен үйде 3 перзентпіз, ең кішкентайымын, ағам, апам һәм мен. Қазір күнде телефон һәм сол аксессуар бизнес бойынша істеп жатырсыз. Ол бизнестің басталуы қандай болды, ол қандай қиыншылықтар болды, сол хақында айтып берсеңіз. Себебі сіз арқылы районымызда басқа да бір жаслар сізге ұқсаған бір кішігірім бизнестен бастап, қазіргі күнде үлкен бизнеске қадам қою ниеті болуы мүмкін, я болмаса сондай бір пікірлер болса, сол пікірлеріне өздерінің сұрауларына жауаплар алып кетуі мүмкін. Ол бизнесті баслағанда ең бірінші мен ол бір нәрсе сатып басламағанмын, өзің білесің. Ең бірінші Пайнет дегенді баслағанмын. Ол уақытта Пайнет деген телефонға ақша салу, көшеде отыратын еді балалар. Біздер отырдық. Сол уақытта 8-ші класстан бастап сол будкеде отырғанмын, Пайнет ашып. Кейіннен ала әр жерде отырғанмын Пайнетте. Сөйтіп ең ақыры әме білетін мына жерге поштаға келгенмен, поштаға келіп сол жерде құласы артқа деп қарасаң пустой жер бар екен. Сол пустой жерге мен бір-екі адам келіп сұрайтын еді, наушник бар ма, зарядник бар ма, сондай затларды. Сөйтіп сол жерге сондай зат әкеп көру мақсат болды ең бірінші. Расында районымызда жаңағыдай аксессуар телефонға керек заттар болса, нөкіске барып келу. Бірінші нөкіс, сол жақтан нөкіс районда жоқ еді, мен нөкістен барып келдім. Айта жазатын, кей елде сол поштадағы Пайнет ең районымызда хит Пайнетлердің бірі еді. Әм сүйерді әмізі тауылады деген ой адамдарда бәрі болатын еді. Сөйтіп сол жерге басылайын деп, енді уақытта Пайнетте өзім басылығым бар еді, Талғат аға білетін шығарсыз. Сол жерде соған барып айттым, сондай басылай жақпаған, басылсам бола ма, алып келсем бола ма, енді здания біреудікі, алып келсем бола ма, істесем бола ма деп. Яқ, ол өзің біл, өзің істе, өзің қой, қалеген қыла бер, ол жер сенікі деп. Ол нысанда маған поддержка берген. Кейіннен енді алып келу үшін бірінші очередте ақша керек. Ақша жағын өзім жақын жорам бар, Айжиназ деген. Соған барып айтқанмын, сондай басылай жақпан, алып келе жақпан зат. Алып келетін болсаң, істейтін болсаң, жақсы ғой деп, олам ақшалай жағынан поддержкасын берген. Ең бірінші. Мен өзіммен де бірге жорамыз, доспыз, айтуға жақсы қатынасамыз районда да. Адаспасам, 180 мың беді, 250 мың беді, сондай ма да? 350 мыңға. 350 мың сама? Ең бірінші 350 мыңға бір пакет, қара пакетте зат алып кеп. Неше қатар болып тұрбады сол затлар? 2 қатар болып. 2 қатар болғанда бір 5 наушник, 10 зарядник сондай қылып әкеп басылағанбыз. Ана келген уақытта сатып басыладың ғой енді. Сөйтіп андай болған шығар, мысалы үшін. Мына өзі сатылып болып кетті, азғантай қалды деп айта берген шығарсың, иә? 5 жылда болғаннан кейін. Оны сол өзіміздің танысыларымызға қалып болды. Сен алдың, басқа алдың. Сөйтіп тауысып қалды дейсің. Сөйтіп тауысқанбыз. Кейін ала әстен бозаттан ең бірінші басылаған уақытта қорықпау керек екен. Басылап, іслеп, көру керек екен. Сен ол жерде банкрот бол, басқа зат бол, ең бірінші сен басылап, зато сен банкрот болып қалсаң, ақшаңды жойтып алсаң, зато сенде ендігіде басылау үшін практика болады екен да. Соның үшін басылап көру керек екен. Ойланамын дегенше, тәуекелше қандай да? Ойша ойланаманға шекем, тәуекелші ісім. Нақылға жақсы екен. Стап сондай жаңағыдай істеген екенсіз да. Енді сол кішігірім Пайнеттен бастадым деп жатсаң, енді қазіргі күнде білеміз, Newstar деген өзің үшін бренд жараттың, һәм оны тек қана районымыз емес, бүткіл сол республикада несінде
республикамыз бойлап танитын дәрежеге келіп жатыр. Себебі әзиз достымыз тек қана районның ішінде емес, басқа блогерлер менен нөкістегі жаңағыдай телевидениелерге де өзінің рекламаларын ұсынып, қазіргі уақытта біздер Дегерман шоу деген Спонсор болар. Дастан ағамыздың сол шоуы бар, Дегерман шоу. Сол шоуларда да әрбір ойынымызға біздердің қауендеріміз болып келген. Өзі жас болуына дейін һәм саудасын елінде жүргізіп бастағандықтан қорықпастан даже біздерге де сондай спонсорлық еткен тарихлары бар. Енді қазіргі уақытта сол үлкен Ньюстар деген магазинді аштың. Һәм сол ашуыңда қандай не болды? Өзің жаңа бастап сол ақшамен бастап кеттің бе? Кредит алу болды ма? Я сол жастарға берілген имтиязlardan пайдаландың ба? Сол хақында бір айтып берсең. Мысалға біреулер өзінің ақшасымен бастап болса кредитпен бастап тұрып банкрот болып қалдық деген сөздер болып жатыр. Соны банкрот болмастан қалай осы дәрежеге алып келдің? Сол хақында бір айтып берсең. Банкрот болмастан деген сөз ұлыма бизнесмендердің ешқайсысында банкрот болмадым деген зат болмаса керек. Мен өзім сол жерде жаңағы Пайнетте істегенмен оборотты кемі бір 50 миллионға дейін, сол 301 затынан 50 миллионға дейін көтергенмен істеп. Сөйтіп құласы былай болды, анау болды, мынау болды. Сөйтіп банкрот болғанбыз қысқасы. Сөйтіп Пайнетті бәрін жинастырып Қазақстанға шпатель ұстап, ремонт сондай зат қылып кеткенбіз Қазақстанға. Сөйтіп Неше жыл ортада жаңағыдай не болды? Үзіліс бір 2 жылдай, 3 жылдай болды. Үзіліс. Бірақ практика бар. Мен адам ұйқыдан азанда тұрған кезде сен жұмысты ойлап тұрмасаң, ол сенің кәсібің емес екен да. Мысалы үшін мен стройкада жүрген уақытта уже азанда тұрып болғаннан кейін жұмыс жақпайды, жұмыс істеу жақпайды, киім, рабочий киімді кию жақпайды. Бірақ жаңағы сол жерде аксессуар, телефон жөнелісінде жүргенімде азанда ең бірінші адам ұйқыдан тұрған кезде өзінің кәсібін, жұмысын ойлап тұрады екен да. Сол уақытта ол өзінің кәсібі болады екен. Істедім енді, нәләш, істедік, ақша таудық, қарыздардан құтылдық, анау болдық, мынау болдық. Сөйтіп районға қайтып келгенбіз. Сөйтіп және сол поштаға барғанбыз, істегенбіз. Сөйтіп сол жерде азғантай Қайттан бастап қорқу болмады ма енді? Сол уақытта мысалы үшін қайттан келіспей қалады деген. қорқу болды. Қорқу болғаннан менің өкісте ұстазларым бар, өзімнің поддержка берген адамдар көп маған. Оның бәрін бармақпен санап айтсаң бармағына жетпейді. Сөйтіп сол өкіске барып, ұстазларыма барып, ақыл ағамман, поддержкасын ағамман. Мен қасында істейін дегенмен, аксессуардан хабарым бар, қасында істейін. Тәжірибе бар ғой. Қасында жұмысшы болайын дегенмен де, сөйтіп ол маған айтқан, сен ондай зат қылма. Сен районға қайт. Сол жерде өзің точкың бар, сол точкыңды рауажландыр. Мен саған ақшалай жағынан болса ақшалай, товар жағынан болса товарлай, любой жағынан мен саған поддержка беремін, әйтеуір деп көтеріліп аламан дегенше кейіннен қарызданып әстен жауап бересің деп поддержка берген. Сөйтіп келгенбіз, районға келіп істегенбіз. Сөйтіп поштада жүрген уақытымызда сол президентіміздің имтиязды кредит тәдбіркарларға жаратып беріп, жастарға, тәдбіркарларға жаратып беріп отырған жеңілдіктермен танысқанбыз. Кейіннен сол кредит алып, үлкен телефон магазин қылып, ашып істегенбіз. Қазіргі уақытта 3-4 адам жұмыспен қамтамасыз етілген. Жақсы. Магазиніміз істеп тұрды. Қалеген телефонды, қалеген аксессуарды ешқандай баслаңғыш төлемсіз келіп ала берсе болады. Адамдар нақ бақада, бөліп беру бақада. Тек қана Тек қана бір шаңырақ емес, қазіргі күнде 4-5 шаңырақтың несі осы жігіттің арқасында, осы жігіттің бизнесінің арқасында қазір тербеніп жатыр. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, неге Қазақстанға барып келдім, одан кейін қайттан келдім. Ол Қазақстан кетпестен алдын районымызда жаңа аксессуар айтқандай жоқ еді, ондай бизнес жоқ еді. Кейін ашылып болғаннан кейін уже қызық басқалар не қылды да ашып бастады. Содан кейін районымызда бір конкуренциядан қорықпай қайттан ашу қандай болды? Олардан айырылып тұратын, мысалы үшін Ньюстардың не фарқы бар? Біздерде мысалы аксессуар Ньюстарға бардық деген кезде басқалардан айырылып тұратындай. Айырылып тұратұғын еш нәрсесі жоқ. Айырылып тұратұғын сол жердегі инсанлар кеуіл кейпият. Мысалы үшін ол тек мына зат сатып алу үшін емес, өзінде қалатұғын эмоция үшін бізге келеді деп ойлаймын.
Біздерде телефон алса, сол бір жылғы кепілдігін, чехолын, ламинациясын, хамме нәрсесін people сол бақаның ішінде істеп береміз. Себебі айтайын деп жатқаным бұл жігіттің өзі енді сол аксессуар басламастан алдын сол КВН жөнелісіне шыққан ол жердегі балалардан қазір сол өзінің шәкіртлерін жұмысқа біргелікте істесіп жатыр, ұстаз шәкірт деп. Сол ең бірінші барған кезде мысалы үшін тек қана ол жерге зат алу үшін емес, бір күйеу кепиятты көтеру үшін hem келетін инсандар болып тұрады. Мен өзім мысалы үшін әр қала күн сол барып сәлемдесіп кетіп бір майдан сол күйеу кепиятты көтеріп кету үшін барамын, есі тамасам. Енді болмаса маған да деген да. Менің қызығып тұрғаным, яғни сіздің магазиніңіздің аты New Star, иә. Сол New Star'ды, яғни магазин қылып ашқанда біз естідік, яғни New Star деген ат қалай келіп шыққан, мысалы соған қызығып тұрмын, сол туралы да айтып берсең. Енді жаңағы кредитлерді барлығын жұмыслап болғаннан кейін жаңағы поддержка көрген ұстазларым бар ғой енді өкісте. Ең қиынсы сол аттау мысалы расында да. Мен аттаудан ұлыма қиналмағанмын, аттауды ойлағам көрмегенмін. Ұстазыма барғанмын, себебі сол поштада жүрген кезде, поштаны айта беремін. Сол поштада жүрген кезде енді товар алуға барасың ғой өкіске. Зат алуға. Зат алуға барамыз. Сөйтіп сол кезде ұстаз ертең құда қаласа үлкен магазин ашсақ, сіз қоясыз атын, өзіңіз қойып бересіз, өзіңіз ашылуында боласыз деп айтқанбыз. Құдайға шүкір, бірінші ретте Аллах кейіннен әрекетіміз шығар, сөйтіп барып, сондай магазин ашайын деп жатырмыз. Өзіңіз атты қоясыз деп, өкісте ұстазым, New Star деп басқаша. Ұстазым деп жатсың ғой, аты кім ол ұстазың мысалы үшін? Оны айтып кетейік. Абзал. Абзал аға ма? Беканов Абзал деген бала. Сен ертең көрген кезде қайсы ұстазым деп, не бойынша ұстаз екенін білмей ұстазым деп. Сол неге аксессуарға кіріп келуіме себепші болған инсанда. Таза жұлдыз деп. Жаңалық болсын деген мақсатте. Және ол ашылған бір басқаша бір креативный болды негізі. Сол уақытта кегелде ондай мақтанғаным емес, енді кегелде өйтіп ашпаған шығар деп ойлаймын ешкім. Ол өзіңізден білесіз. Открытиесіне өзі. Сол барғаным үшін көріп куәсі болған үшін айтыпса, себебі ондай шеттен сол қаламыздан белгілі блогерлер, сол қосықшылар келіп әйтеуір сол құтылып жатыр. Ол бір районымызда сол елі сол тек қана сол бизнес жөнеліс емес, басқа идея жағынан hem, креативлік жағынан hem бірінші баслаған инсандардың бірі да. Солай баслауға да болады ғой еді. Солай ашып тастап, ал магазин аштық, болды келе берің деп. Енді бәрібір халыққа буф етіп бір беру керек та бәрібір. Жаңалық болу керек. Ойында ойлау керек, сол кеше ашылып еді ғой деген зат. Мысалы үшін ол жерде 4 миллион, 5 миллион расход кетсе де, шығын кетсе де, зато сен шығын шықпаса кіріс келмейді деген. Сол 5-6 миллионды саған халық өзі әкеп береді да. Сол күн жауын болды, бірақ жауын болғанмен ана жерде адамдарға жаңағыдай не болды, бір четкий бір жақсы настроение берілді да, сауғалар берілді, адамдар сол ақырынан кетіп қалмай сол ашылуды ақырынан күтті да көрді, соның өзінен бір басқаша бір не болды. Одан кейін бірақ істеп жатқандар бар шығар, зато біріншісін бияқ басылады демекші мен да. Осы орында ұмытып кетпестен тұрып, осындай біздің районымыздың жас бизнесменін қолдап кеткен жаңа ұстазыңыз Абзал аға Беканов, Абзал ағамызға өз нәубетінде рахметлер дейміз. Кей елден барып жатқан жігітлерді елі де бір қолдап қуатлап, құда қаласа бір шәкірт ретінде елі де бұл жігіттерден зор бизнесмен қылып шығаруыңызға тілектесіп сенеміз. Енді сөйлетімізді давам еттірсек, әлбетте әрбір жетістікке еріскен еркек адамның артында қайел адам тұрады дейді. Сіздің де білеміз, өмірлік жолдасыңызды танимыз. Яғни сол жолыңызда, яғни басып өткен қиыншылық күндеріңізде, қуанышлы күндеріңізде өзіңіздің өмірлік жолдасыңыздың қол қуатлауы туралы да айтып өтсеңіз. Енді оның туралы айтып беретін сөз жеткіліксіз, разы. Қолынан келеді, сен күшлісең, ондай зат болып тұрады, 1 рет, 2 рет деп маған қандай поддержка болса, сол поддержканың ешқайсысын аямаған, жығылған уақытта қайттан орныңнан тұруды үйреткен
inson desem de болады. Екіншісі да ол, біріншісі анам. Олам ұстаз десек бола ма? Ол шәкіртім. Күнімен әмі ұстаз болып кетіп жатыр ғой. Мен үшін көп нәрселерді қылып берген ғой ол да. Поддержкасынан берген, бір-бірінен мазалы перзентлерден дүнияға келтіріп берген. Қолдап қуатлау болса, жетіскерлігі болады. еркек адамның ең үлкен жетіскерлігі деп білемін. Оның жақсы әйелі. Не? Сол еркек адамның жетіскерлігі оның жақсы әйелі ма? Оған десең, Енді шаңырақтан алсаспаймыз. Өзіңізді айтып өттіңіз, ең бірінші ұстазым ол менің анам деп, яғни өзіңіздің ата-анаңыз бұл кәсіпті үйренуге мысалы 8 класс уақытыңызда паникке отырдым деп жатсыз ғой. Сол уақытта да еш қарсы болмаған ба? Яқ, оқисаң, мына кәсіпті таңдауың керек сен деп. Соны бір 8 класста паникке отырдым деп жатыр ғой. Бір оқудан бос уақытында ол оқудан бос уақытында. соны деп көрейсіз, адамдар ойлап қалуы мүмкін, біреулер азалы кеш оқалай деп панетте отырма, сонда оқуға бармады ма деген түсініген болып қалуы мүмкін деп жатқан. Оқудан тыс уақытында, оқудан кейін, әбеттен кейін болған ол. Оқудан кейін 8 класстан бастаған болсақ, оқу азаннан түске дейін болса, түстен кейін сабақларымызды таярлап, сөйтіп кешке дейін істегенбіз да. Сөйтіп содан тауған бір 10 000, 15 000 сомымызды барып мамамызға, болмаса папамызға алып барып беретін едік. Сөйтіп қарсы болған енді. Қарсы болғанда сенен біреу ақша сұрап жатыр па, сен не істеп жүрсең деген, енді сонда да жұмыста болатұғын еді, әстен шығып кететұғын еді. Сөйтіп азғантай болса да үйге көмегімізді берейік деп, бірақ оқудан қамағанбыз, оқығанбыз. Оқисаң деп бізді таярлыққа да берген. Негізі мені врач боласаң деп ең бірінші медколледжде оқытқан менің анам болады. Қазір мен өзімнің медколледжде оқыған фельдшерский дипломым бар. Өзім фельдшермен. Кейінен және оқу имканияты болды. Мединститутқа тапсырғанбыз. Айрым бір себеплерге көре, анамыз ауырған. 2018 жыл дүниядан көз жұмған. Сөйтіп сол оқуымызды жинастырып тұрғанбыз, кейінен сол өзіміздің кәсібімізді алып кеткенбіз. Адаспасам, сіздің анаңыз өзіңізді сол медицина тарауында істейді. Медицина тарауында істеген. 34 жыл сол медицина тарауында істеп пенсияға шыққан. Енді қайқатында айтып жатырсыз, сол совет дауамында айтып жатырсыз, медицинаға оқыдым, бірақ одан кейін не болмадық, кейін оқи алмай қалдым деп жатырсыз. Бірақ енді қазіргі уақытта бизнесмен болып істеп жатырсыз, бірақ бизнестің несінде де, жұмысында да зор көз тимесін жақсы нәтижелерге ерісіп жатырсыз. Демек, сіздің орныңыз медицина емес, сол бизнес тарауында екен да. Мен өзімнің ойлауымша енді әзір. Бірақ келешекте бір нелер бар ма, ойлар? Және медицина тарауында істеймен, жаңа клиника, болмаса басқа бір заттар ашаман деген. Ондай ойым жоқ. Бірақ жаңа басында айтып өткенімдей, адам азанда ұйқыдан тұрған уақытта өзінің жұмысын ойламаса, ол өзінің кәсіби емес. Бірақ енді сол медицина қызықтыңыз ба, не ма? Мәжбүрліктен ба? Мәжбүрліктен болды енді ол. Оқығанбыз мәжбүрліктен. Мен өзім үйдің үшін медик боласаң, менің балам медик болады, халат киіп жүреді деп маған айтып, елік қала районына сол тапсырғанмын. Бірақ қаннан қорқамын да өзім. Соның үшін специально өзім жығылып оқудан, сол районымыздағы тұрмыс колледжінде оқыдым. Өзім оқыған колледжімде оқыдым да. Мен өзім қаннан қорықпаймын енді, бірақ қазір укол салып, қан алып, давление өлшеп, құласы ол медицинада оқығаным ешқандай маған зиян келтірмеген. Қазір үйде біреу ауырса, өздеріміз саламыз, өздеріміз қараймыз. Құласы оқыған ешқашан ешкімге зиян келтірмейді. Сен егер оқымасаң, сен бизнесмен бола алмайсың, сен құрушы да бола алмайсың. Адам ең бірінші оқу керек. Білім алу керек. Енді бизнес темасында күнімен сөйлесіп жатырмыз ғой. Енді бағана ортада бір банкрот болды, одан кейін жұмысқа барып келдім деп жатсаң,
Енді одан кейін кредит алып, жаңа айтып өтіп кеттің өзің кәдімгі, сол кредит алып істедім. Сол кредитті алып жатқан уақытта мысалы үшін сонша пұл ана жерде алынып жатыр, қайттан банкрот болып қаласың ау деп үйіңдегілер қарсы болмады ма мысалы үшін? Бұл талабың келіспейді ау, қой басқа затылар істеп көресің ба, я мысалы үшін сол не емес бір ауқат па, я кафе ма бірдеңе ашып көр, бұлар болмады, я болмаса ұлыма жинастырып таста деген затлар болды ма? Жоқ, ондай зат болмады. Ол кезде мен тек үйде әкем бар еді. Әкем мен баслай жақ нәрсеге ешқашан қарсылық білдірмеген. Сен өзің тура жолыңды білесің, мен саған сол уақытқа дейін тура жолды үйреткенмен деген өзінде бір маған деген бір өзінің поддержкасы болған. Сенім бар. Сенімі болған. Қандай жағдай болса, ситуация болса да. Мен саған өзім тура жолды осы уақытқа дейін үйреткенмен сен қате нәрсе қылмайсың, қате нәрсе қылсам орнынан тұра аласың деп өзінің перзентіне қолдап қуатлауын білдірген. Қане енді әрбір ата ана өзінің перзентіне сол дәрежеде сондай қылып сенсе, енді бақылап тұру керек бәрібір баланы. Бақылау керек, не болып жатыр, қандай болып жатыр, не істеп жатырсың. Нелермен бән тойып. Сондай қылып поддержкасын берсе, қолдап қуатлауын қылса, перзентке де бір басқаша да бәрібір. Енді алдын растан бақылап бару керек деген дұрыс, себебі алдын біздер кішкентай уақытымызда жаңа көп болса сабағын таярлап не өссең деген заттар болатын да. Енді әзір уақытта интернет кең жайылып жатыр, онда әртүрлі материалдар бар, себебі солардан бір аулақ болуында да бір бақылап, яғни контроллап тұрғаныңыз жүдә бір жақсы деп ойлаймын. Енді сол мысалы үшін әзиз бизнесмен емес, мысалы үшін халық ретінде, мысалы үшін Кегейлдің бір тұрғынысың. Енді сол Кегейлдің тұрғыны ретінде районымызда қандай бизнеслер ашылуын қалайсың, мысалы үшін өзің? Елде жоқ, мысалы үшін көп қой, көп бизнес тарауындағы нелер істелінбей жатыр бізде әлбетте. Солар қайсылар керек? Елде рауаждандыру керек, я болмаса ашып қойған, мысалы үшін сол хақында бір азғана бір айтып кетсең. Өзіңіз пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Қазір сол жерден шығып, сіз бала шағаңызды алып қай жерге барып отырған болар едіңіз? Алакөз рестораны бар. Таусылды жерде. Енді осы бала шағаменен болмаса, сол үйдегі апа менен, ата менен барып, халал болса, ішетұғын жері болмаса, тек барып отырып, кият көтеріп қайтатұғын жер болса, қазір Кегейлде ондай нәрсе жоқ. Сол затты істесе болады. Ең өлмейтұғын нәрсе қазір бизнесте ауқатланатұғын жер ешқашан өзін пәске тасламайды, егер жақсы болса, качествосы болса, тамақларының дәмдері мазалы болса. Қайқаттан да дұрыс айтасыз, яғни Кегейлде елде бизнес істеймін деп жүрген жастар көп. Оларда сіз ұқсаған қорықпай бизнесті басылса, сіз мысалы халық ретінде айтып жатырсыз, осындай жерлер керек деп. Біз Кегейлден болашақ сплермелер, сплерменнен сұрап қалатын едік, яғни халықтың тәжірибесін бітіретұғын осындай орлар ашуыңызды. Әзиз, мысалы үшін ең қиын уақытың қандай болды, һәм ең қуанған уақытың сол хақында бір айтып берсең, мысалы үшін бір екі ауыз пікір болса, жаңа болған уақиға, пікір емес, болған уақиғаны айтып берсең. Қиын күн һәм де ең қуанышты, өмірдегі ең қуанышты күн. Ең қиын күн ол өзімнің анам қайтыс болған күн деп білемін. Ең қиын күн. Басқа қиыншылық әрбір еркек адам үшін қиыншылық емес. Адам әкесі қайтыс болса, балалығы таусылады дейді ғой. Егер анасы қайтыс болса, ұлыма өмір таусылады дейді ғой. Сондай. Бірақ өмір тоқтап қалмайды енді. Бәрібір тірі адам тіршілігін істейді. Сонда да адамның өміріндегі ең қиын күні өзінің анасын, әкесін жақынларынан айырылған күні деп білемін. Ең қуанышты күн қайсы мысалы үшін? Ең қуанышты күн енді адамға түнде ұйықтаған уақытта азанда тұрады ғой адам. Азанда тұрған уақытта мен үшін және бір имканият берілді. Мен үшін және бір күн берілді. Мен осы күнді жақсы өткеруім керек, жақсы жасауым керек деп түсіну керек деп білемін. Енді
менің өзімнің ең қуанышлы күнім, өзімнің әке болған күнім шығар, ең бірінші. Сол келіншегім, сенің құрдасың, мені әке болу бақытына мияссар қылған күн деп білемін. Қазір екі перзенттің әкесімен, Құда қаласа, үшіншісі енді болып қалады. Ағайса, өмір жасын берген болсын деп қаламыз. Енді хартареплеме сөйбетіміз қызып атырыпты. Сол орында және бір сұрау беріп өтсем, қазіргі күнде мемлекетіміз басшысы ретінен жастарға беріліп отырған имканиятларды білесіз, яғни сол имканиятларды қалай бағалайсыз өзіңіз? Қазіргі күнде жастарға үлкен имканиятлар есіктері ашылған. Ол имканиятларды білу мақсатында қандай кредитлер ажыратылып жатырды, президентіміз жастарды қандай қолдап қуатлап жатырды. Сол қолдап қуатлауды білуге, хабардар болуға, сол кей елдегі жастар орайына келіп, қандай кредиттер бар екенін, қандай жеңілдіктер бар екенін келіп танысса, жұмысшылар сол жастарға толық мағлұматларды түсіндіреді. Құласы жеңілдетілген қазір әмме нәрсе. Имканиятлар есіктері ашылған. Бұрын енді арасы налог деген затлар көп, салық көп проблема болатын еді істермелерге. Қазір президентіміз тәдбіркарларға, бизнесмендерге үлкен қолайлықтар, көп имканиятлар жаратып беріп қойыпты. Тек пайдалану керек қазір бұғаны, тек алға басу керек, тоқтап қалмау керек, алдыға қарай ілгерілей беру керек. Расында да жастар үшін көптеген имканиятлар беріп жатыр. Мысалы үшін оқу орайлары ашылып жатыр, жас жаңғақтар үшін субсидия беріліп жатыр жайға. Басқа да бизнес семьясының әртүрлі жеңілдетілген, ажыратылған кредиттер беріп жатыр. Олардың жаңа айтып өткендей налоглары, мысалы үшін мәлім бір мүддетке шекем, ұлыма салықтан азат етіліп алматыр. Бұл ол да бір мемлекетіміз тарапынан сол жастарға деген имканиятлардың беріліп жатқан бір имканият. Һәм ол имканияттан қазіргі күнде жастарымыз бір жақсы жолларға, жақсы идеялармен, жақсы бизнес планлармен пайдаланса, мақсатқа муафиқ болар еді. Әлбетте, Шерзат қазір банкке өзінің бизнес идеясын дүзіп, соны банкке апарса, қалеген банк оған кредит шығарып бере алады. Әмде кредит шығарып бергенде қалай? Қалеген банкыңыз сізге 6 айға дейін имтиязды қылып шығарып бере алады. Мысалы үшін 3 миллионнан келеді болмаса, оны сізге 500 мың сомнан 6 айға дейін өзі алып кету, өзін өзі алып кету үшін оған қолайлық жаратып беріп қойыпты. Енді қазіргі күнде кредитіміз жоқ, кредитіміздің бәрін жауғанбыз. Қазір адамдарға тек харекет істесе, тынбаса, түн ұйқысын 4 бөледі енді ол ана, я. Енді құласы жаңа кредит алудан, әммеге мақсат берді кредит алың деп атқан жоқпыз, бірақ алып тұрып жаңа айтқанымыздай тайын бизнесіңіз болса, кейін алып кете аламын ау деген бизнесіңіз болса, осындай қылып кредит алып басылап, кейін өзіңіздің ақшаңызбен давам етіп кетсеңіз болады. Сол орында бір ажайып сұрау кетіп жатыр. Енді қызығушылық қой, енді бәрібір күніме айтып отырсыз, басылануы, бизнестің басылануы 350 мың сомменен басыланды деп жатырсыз да. Енді бүгінгі күнде табыс қандай болып жатыр, қанша болып жатыр, қызық қой. Адамға ең бастағы сұрау негізі сол беріле береді. Қанша тауып жатсаң, сен бағана бұл бизнес Қазақстанға барып келгендерің қызық емес. Айна қанша тауып жатсаң деген жерлер қызық та. Мысалы, сол сумманы естігеннен кейін көп адам қызығатын шығар. Қызығатын сумма шығар сода. Ол затты адамдар сол жері болмайды да. Адам өзінің қалтасын емес, біреудің қалтасын санайды да. Соның үшін адам рауажланбайды. Біреудің қалтасы қанша тауып жатырды, анау қандай қылып жатырды, мынау қандай қылып жатырды демей, адам өзі істеу керек, өзі білу керек, өзі көру керек барлығын. Екілеп ана жауаптан қашқандағын ғой енді. Қанша түбінде бір не қылу керек қой. Айланда ұлыма қанша. Сол бәрібір. Соны айтпай ақ қой, бұлайынша бір соған шамаласты. 450 мың болды шүкір.
Сол шамасында бір айтып берсең енді. Енді Себебі мотивация болады, сен айтып тұрмын ғой, жастар районымызда жастардың бизнеспен істеп жатқан жастар аз. Ертең мысалы саған қызық, мен алмашып кетуім мүмкін. Бір комментарийға жазып кетейікші, неше миллион табуы мүмкін. Сол сумманы тапқан, сол жаңағы Азиздің табатын суммасына шамаласқан инсан болса, соған бір Ньюстар тарихына бір сауға берсек, қалай келеді? Былай. Болды. Ол кезде тауды деп бәрі ашылып қалады. Яғни енді шамаласқан сумманы қойылса деп отырмын да. Енді оған бір комментарийға қызық мысалы үшін. Яқ басты зат қылайықшы оған, ол комментарийға емес. Осы көрсетуді достарына жіберген, бөліскен 3 инсанға өзім подарки берейін. Қандай жақсы жаңалық мынау. Қазір ютубтағы видеоны инстаграмға жіберуге де болады, телеграмға жіберуге де болады. Бөліскен достарына. Болды, оны қалай өзің анықтап бересің оны? Оны анықтауды сөйлесе береміз ғой, көрсетуден кейін. Болды, телеграмнан болсын, инстаграм, ютуб тармақтарынан болсын, қайсы социал тармақтарынан болса да комментарийға достарыңыз белгілеп, Азиз достымызға аумет сөзін бір жазып кетсеңіз, әжеп болады. Себебі спонсорлар жақтан сауға беріп жатыр, не қылып жатыр дегендей. Өз нәубетінде бүгінгі сәубетіміз жүдә бір қызғын болып жатыр, түрлі түслі бір әртүрлі сұрауларға жауаптар алып жатырмыз. Енді мен өзімнің бір кішігірім Азиздармен таярлап қойған енді бір келіпте бір неміз бар, кәсібіміз бар, таздан подкастымыз қосып жатырмыз. Қызлардың пайдаланатын бұйымдарын, яғни солардың фотоларын көрсетеміз, соған косметика бұйымдарын, солардың фотоларын көрсетеміз, соның қайсы не екенін атын тауып берсеңіз. Сізді келіншегіңізге сондай көп косметикалар алып береді. Соны енді біліп аламыз да, келіншегі айтып отыр ғой, менің поддержка етеді, маған қамқорлық, әртүрлі жылу сөздерін. Енді келіншегіне деген ітібарды осы шартта біліп аламыз да. Яғни келісімшартымызды бастаймыз. Мен сіздерге үзбе-үзбекте сол суреттерді көрсетемін, ал сіз ол косметиканың атын айтуыңыз керек. Демек, бірінші сурет. Атын айту керек пе обязательно? Енді атын не қызмет атқарады соны кірпікті не қылатын шығар деп алып қопаратын ба, тағатын ба, сондай зат емес пе? Иә, бұл кірпік қайрат оны. Енді сол кірпік қой, короче. Қопардың ғой, қайратын емес. Оласына кірпікті деп Екінші сурет. Лак қой, лак. Дұрыс. Үшінші сурет. Гумножка, помада. Дұрыс. Білмейтін еркек болса керек. Пудра. Я просто әзіл. Гумножканы жақсы білетін еді. Сен мына жақсылығы менен сұра. Мынау пудра. Ал кейінгі сурет. Көз бояйтын қалем. Анық па көз бояйтын? Кірпік па, сондай зат бояйды да, оны қалем да. Кірпікті қалай бояйды? Несін бояйтын? Қас бояйды онда. Дұрыс, қас бояйтын қалем. Ефілі алып келдік ау қасқа дейін. Ал бұл? Бұл бетке жағатын ғой. Оны қызартып қоядық де. Не қылып айтылады сол? Білмеймін ғой. Сондай зат болса алып көрер бе едің? Қазір сіледі бар ма? Реклама ма? Мен білемін просто. Келіншегіңіз пайдаланады ма? Мысалы, магазинге барсаң қызыл зат беріп бетке жағатын. Ондай зат пайдаланбайды да. Мейлі, yaxshi. Сен білесің бе? Сен? Білемін. Айт. Не зат? Бұл румяна деген. Интернеттен көріп алғанда. Румяна деп айтады екен досым. Ал кейінгі? Көзді бояйтын қандай, әртүрлі. Осы көз боямашылық дейсіз. Атларын білмеймін енді, точно. Бұл достым, мысалы үшін Примария десеш. бір кило пақта ауыр ма, я бір кило тас ауыр ма дегендегі ортасындағы не зат? Парк. Не зат я? Не алдап айтады, екеуі не зат? Бір кило пақта ауыр ма, я бір кило тас ба? Екеуі де бірдей ғой. Не қыл деп айтылады сол? Яғни мына аты Тең емес енді, бұл тең деп айтылады. Тең. Ал кейінгі сурет. Ондай не қой? Хамме қыз баласы пайдаланады бұны. Баласы? Ama kızlar da vardır da. Kızlar пайдаланады. Ең көп осынды пайдаланады. Парфюм шығар, парфюм. Иә, парфюм ұқсатты ма? Феромон ба? Иә. Жаңағы еркек балалар айтады ғой, қызлардың 4-5 қабат болып кетті деп мысалы үшін. Пудра ма? Иә ғой, шпаклевка болып кетті деп айтады ғой. Соның шпаклевка қиылысы ма сонда? Соның атын зет соң. Білмеймін ғой. 4-5 қабат бетіне жаңағы шпаклевканы тартып жүрді деп айтады. Олы ма бір кемет па сонда? Таналқы деп айтылады, достым, таналқы интернетте көріп жіберіп Жақсы біледі екенсің ғой. Таярладым ғой сен үшін достым. Кейінгі сурет. Кірпікті деп не алатын ғой. Кірпікке жабса Аты бар қалдың ма? ғой сен.
Ten Атын білесіз ба? Bazarını айтшы. О, ана неде квеллерде қойылатын қосықтың аты? Тош. Неке болсын. Ау, тосып қалды ғой деп. Ол тосылса тосыла қойсын сонымен. Міне сізге берілген яғни суреттердің тосылды косметика туралы бір үлкен Олма сауат жоқ екен деп. мағлұматқа ие екенсіз. Яғни келіншегіңіз боянатұғын еш нәрсенің атын білмейді ғой. Тек қана ақша бересіз өзіңді? Ya. Келіншегім мен ол затларын өзім алып келіп бермеймін. Енді өзің ал, өзіңе қара деп. Просто андай затлар болады, мысалы, мына нені әперіп жібер деп айтады, тенді әперіп жібер деген. Яқ бәрі со трюманың алдында тұрады біздерде. Әперіп жібермейді. Үйде жиналып тұрады біздерде дейді. Бір жерде тұрады өзі. Егер бір заты жоқ болса, бір зат алатұғын болса, мынандай затым таусылып қалды дейді. Сол затыңды алатұғын болса, өзіңе қара деп. Ай сайын оған жаратылған фонд бар деп. Сол затын беріп тұратұғын боламыз. Енді әйел адам өзіне қарамаса, өзіне қарау үшін еркек адам бұған пұл бермесе, ол қате зат деп ойлаймын. Естің ғой еді. Біздерде де фондымыз бар. Берғанда. Енді Саған тұрмысқа шыққанда қандай еді да бұл? Қазір қандай деп өзің салыстыруыңа болады да. Сол үшін өзіне қараса, сол тұрмысқа шыққандай болып, тұрмысқа шыққан уақытта қандай болса, сондай болып тұра береді әйел адам. алдын мощный еді, азыр моп-мощный болды. Яқшы енді ұлыма расы уақыт шешіленген себебі бір сәубетіміз зор ұлыма. Сөйлесіп отқанымыз әжайып болып жатыр. Кәдімгідей ұлыма біргелікте расы сөйлеспеген затларымыздан көп екен. Ұлыма бизнес тарауында еш бір сұра беріп көрмеппін. Осы уақытқа дейін бір мынандай серьезный сұрауларды аз мынерде келіп сұра беріп отыр. Соған растырамын жауабын алып, менің өзіме мазы бизнеске қызық басыладым да. Мүмкін ертең мен саған сол кредит алып, және кредит болсын, басқа жол болсын, ұлыма бизнеске деген менің өзіме бір күйеліме уже бизнес деген сөз отыру жағып басылады. Бүгінгі сөйбетіміз жүзі зор болды, яғни бұл сөйбетті көру арқылы да экран артындағы сол бизнеске қызығып жүрген іскерлерге де, яғни өзінің бизнес басылауына да түрткі болатындай, яғни мотивация болатындай сөйбет болды деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Айзада, енді біздер экран артында тамаша ойларымыз көріп отқан шығар, бүгін 3-ші саны әсте рауажданып келатырмыз, әстен осындай шәкілерді қосып баратын қызықлар қылуға еледі өзіміздің үлесімізді қоса әрекет етіп жатырмыз. Енді сіздерден кейінгі мейман кім болуым керек, сол хақында жазып кетсеңіз, ямасы қандай сұраулар берілу керек, сол хақында бір азғана комментарийға жазып кетсеңіз, лайкларды басып, біздерге подписаться түймешесін басып қосылып қойсаңыз, оға да бір жақсы болар еді. Еледі раужанымызға өзіңіздің үлесіңізді қосқан болар едіңіз. Енді уақыт жаңа айтқанымызды шекленген. Бүгінгі сөйбет үшін ұлыма Айз саған рахмет айтып қаламыз. Бүгін өзгеше болды, қызықлы болды. Енді біздердің сол өмірден сөз деген подкастымызға өзінің бір жылы сөздерің, тілектерің болса, тамаша көйлерге айтатын сөздерің болса, айтып кетсең олар жастарға болса. Шерзат, Айзада шақырғандарыңызға рахмет. Мен өзім бірақ бұл көрсетуге келіп, мынандай сөйлеп отыруға лайық деп ойламаймын. Адам еледе өзінің үстінде іслеп, оласы сен 40 жасқа дейін біреуге ақыл айтатұғын болсаң, сен 40 жасқа дейін өзіңді дәлеле дейді ол. Сіздердің осы көрсетуге шақырғаныңыз үшін үлкен рахмет. Басқаша болды мен үшін осы көрсетуді. Осындай көрсетулерді YouTube'дан, болмаса басқа платформалардан көретұғын едік. Осындай көрсетулерді, подкастларды осы районымызға келген екен. Сіздерден қолдап қуатлау күтіп қаламыз. Жаңағыдай репост істеген осы видеоны тарқатқанларға Ньюстар тарапынан зор сауғаларымыз бар. Ньюстар ең жақсысын сізге ұсыныс етеді. Сіздерден тек күтетіміз қолдап қуатлау, ал кейінгі подкастымызда, яғни көрсетуімізде көріскенше, хош, сау, саламат болың. Рахмет әмеге, рахмет Айзберген.